Сәлеметсің бе, жас түлек? Менің есімім Садықова Бағила. Мен география пәнінің мұғалімімін. Сені география таңдап келгеніңмен құттықтаймын. Және де бүгінгі бірінші сабағымызға қош келдің. Бірінші сабағымызды бастайық. Біздің бірінші сабағымыздың тақырыбы географияға кіріспе жер шарындағы ұлы географиялық ашылулар. Жалпы география ол өте қызық және ең керемет пәндердің бірі деп айтар едім. Себебі география өте тұңғылықты бір оқиғаларға, сонымен бірге бір географиялық ашылуларға өте қызықты және саяхат жасайтын пән болып табылады. Біз географияны негізінен география ғылымы гео жер, графо жазу, яғни жерді сипаттап жазу деген мағынаны білдіреді география сөзінің мағынасы. Енді біз география ғылымын үлкен екі топқа, екі салаға бөледі екенбіз, иә? Ол бірінші бізде физикалық география, екіншісі ол бізде экономикалық география. Енді осы екі саланың негізгі міндеттерін ашып анықтап алайық. Физикалық география ол бізде жер бетіндегі бүкіл табиғи құбылыстарды, жердің литосфералық құрылымынан бастап, ондағы бүкіл болып жатқан табиғи және жердің ішкі күштерінің әсерінен болатын процестерді, сонымен бірге барлық құбылыстарды барлығын зерттейтін осы бізде физикалық география болып табылады. Және де екінші бөлімі ол бізде экономикалық география. Экономикалық география ол бізде халықтың саяси жағдайынан бастап, оның әлеуметтік жағдайына дейін, мысалы тұрмысы, оның денсаулық сақтауы, сонымен бірге оның халықтың таралуы, мемлекеттердің саяси жағдайы, онымен бірге көлік, әр мемлекеттің экономикасы, ауыл шаруашылығы, оның барлығын бізде экономикалық география зерттейді. Жалпы физикалық география ол бізде ең екеуі бір-бірімен өте тығыз байланысты, бірақ екеуінің өзіндік бір ерекшеліктері бар. Ал физикалық географияның өзі бізде іштей екіге бөлінеді, ал экономикалық географияда өзінің ішінде түрлеріне бөлініп кетеді. Мысалы, демография деген сияқты өздерінің түрлері бар. Бізде география ғылымы негізінен қай ғасырдан бастап пайда болды және қай кезден бастап зерттеліп жатыр деген сұрақ бірінші орында тұрады. Ал енді осы сұраққа жауап тауып көрейік. География ғылымы ол ежелгі ең алғаш Грекияда пайда болған, яғни 3-ші ғасырда. Оның негізін бізде Эратосфен қалаған. Мынау Эратосфеннің суреті, көріп тұрғандарың. Эратосфен ол бізде география ғылымының атасы. Мысалға, әр саланың өзінің атасы болады. Егер сен биология пәнін таңдаған болсаң, сен Гиппократ биологияның атасы екенін білесің. Ал егер сонымен бірге мысалға тарихты енді барлық балалар таңдайды ғой мектепте, сол себепте сен тарихтың атасы Геродот екендігін білесің. Ал біздің географияның атасы ол бізде Эратосфен. Осы нәрсені әрбір географ ұмытпау керек. Оны не үшін географияның атасы деп атаймыз? Ол 3-ші ғасырда ең алғаш география деген еңбек жазған. Сол география еңбегін осы география еңбегінде бүкіл географияға байланысты заттарды зерттеп, осы жерде көптеген түсініктер беріп, осыны терең зерттеп, көп еңбектер қалдырған кісі, яғни географияның негізін қалаған кісі. Ал енді бізде географияда осы жерде ұлттық бірыңғай тестте мынандай сұрақтар келеді. Ежелгі мәдениет орталықтары. Ежелгі мәдениет орталықтары дегеніміз олар нелер? Яғни осы аймақтарда ежелде ең алғаш бір географиялық бір күшті өзгерістер болды. Осы жерде даму өте үлкен жоғары болды деген сөздерді білдіреді. Мысалға, ежелде Қытай, Үндістан, Персия, Мысырды біз ежелгі мәдениет орталықтары деп атаймыз. Не себепті ежелгі мәдениет орталықтары? Мысалға, Қытайда ең алғаш білесің, сауда-саттық өте жақсы дамыған, Ұлы Жібек жолының өзі Қытайдан басталды, иә?
Сонымен бірге Қытайда жаңағы бағалы жібек маталар, шайы, неше түрлі заттар болды Қытайдың жерінде. Ал Үндістанда мысалға өзің білесің, мысалы географияда Үндістан өте жаңағы бұрынғы кезде аты шыққан сондай бір жерлердің бірі болып саналады. Себебі ол жерде табиғи заттарға өте бай болған. Оны алдағы жерде айтамыз қазір. Персия деп отырғанымыз қазіргі Иран, Мысыр дегеніміз сол қазіргі Египет. Мысырда да өзің білесің, мысалы ежелгі пирамидалар, сол кездің өзінде адамдар сондай құрылыстарды салу білген, яғни әлде қайда дамыған жерлер бізде ежелгі мәдениет орталықтары деп аталады екен. Яғни түсінікті ғой, мәдениет орталықтары десе, осы варианттарды тесттен тауып белгілейсің. Ал енді география ғылымына ең негізгі үлес қосқандар деген сұрақ келсе, сен әрине гректер мен римдіктер деп атайсың. Мысалы, Эратосфеннің өзі грек. Осы сөздің мысалға өзі негізгі дәлел болып табылады. Гректер бізде географияны негізінен жаңа сатыға көтерді. Яғни география пайда болғаннан кейін онда мысалы дүние бөлігі деген ұғымды енгізді жаңағы гректер. Олар Европа және Азия деп екі дүние бөлігіне бөлді осы географияны. Европа, Азиядан кейін бізде Африка деп аталатын үшінші дүние бөлігі пайда болды. Ол Африка дүние бөлігін бізде римдіктер бөлді. Ең алғашқы адам осы Африка жерінде пайда болды. Яғни Африкада Жерорта теңізі жағалауында пайда болып, осы жерде шығып Евразия материгіне келді. Евразия материгінен жағы Беринг бұғазы арқылы Солтүстік Америкаға, Солтүстік Америкадан Оңтүстік Америкаға Панама каналы арқылы осылайша адам жер бетіне тарады. Тарихтан да өзің білесің, мысалы ең алғашқы адамдар Жерорта теңізі жағалауында тұрған. Олардың әрқайсының аттары бар деген сияқты, оны мысалы тарихтан өтесіңдер, иә. Ал енді осы жерде бір өте қызық информация болады, өте зейініңді қойып тыңдай ғой. Біздің заманымыздың 2-ші ғасырында грек ғалымы Птоломей дүние жүзі картасын жасады. Мынау бізде Птоломейдің дүние жүзі картасы, өзің көріп тұрғандай бұл жерде Африка, Европа және Азия, яғни 3 дүние бөлігі бейнеленген, иә? Осы жерде біз жасаған жаңағы тұңғыш географиялық картаны жасады десе, ол бізде тестта Птоломей келеді. Ал егер 3-ші ғасырда ендік пен бойлықты өлшеп тұңғыш рет географиялық картаны жасаған десе, яғни бұл жерде түйін сөз ендік пен бойлық болып тұр ғой. Яғни ендік пен бойлықты өлшеп десе, ол бізде Эратосфен болады. Яғни екеуі де географиялық карта жасаған. Осы жағы негізінен осы географиялық картаны құрастыру осы кезден басталған. Енді біз ұлы географиялық ашылулар заманына қарай өтеміз. Ұлы географиялық ашылулар заманы деп біз тестта 15-ші ғасырдың соңы мен 17-ші ғасырдың ортасының аралығын айтамыз. Яғни осы аралықты біз ұлы географиялық ашылулар деп атаймыз. Не себепті ұлы географиялық ашылулар заманы осы ғасырдың аралығы деп мысалға нақты белгілеп қойғанбыз? Оның себебі осы уақыт аралығында, осы 15-ші ғасырдың соңы мен 17-ші ғасырдың ортасында бізде география ғылымында өте көптеген ашылулар, жаңалықтар болды. Яғни бір керемет материктер ашылу, елдер ашылу, аралдардың ашылуы, олардың зерттелуі деген сияқты осы кезде көптеген өзгерістер болды. Сол себепті атайды екенбіз. Енді бізде ұлы географиялық ашылулардың заманы ең қызық оқиғалар, міне енді басталады. Қазір осы ұлы географиялық ашылулар заманына саяхаттауға дайын отыр. 15-ші ғасырда неміс картографы Мартин Бихайм ең алғашқы глобусты жасады. Яғни тестта осындай сұрақ бар. Ең алғашқы глобусты кім жасады? Мартин Бихайм. Мартин Бихайм ең алғашқы глобусты қашан жасады? 15-ші ғасырда жасады деп белгілейсің. Ең алғашқы глобусты қай жақтың ғалымы құрастырды десе, неміс картографы құрастырды дейсің. Яғни осы бір сөйлемнің өзінде мен саған 4 сұрақтың ответін түсініп тұрмын. Яғни зейін қойып тыңдасаң, сен географияда өте осы сұрақтар келетін болса, өте жоғары деңгейде жауап бересің. Яғни онда бізде Европа, Азия, Африка ғана бейнеленді. Яғни ол кездегі адамдар не деп ойлады? Африка мен Европа ғана бар деп ойлады. Ал мынау Солтүстік Америка,
Оңтүстік Америка, жаңағы Австралия деген дүние бөліктері бар екен, адамдар білген жоқ. Сосын не істеді? Ол кезде енді ең дамыған мынау Пиреней түбегіндегі Испания мен Португалияның саяхатшылары болды ғой. Олар егер біз міне Атлант мұхитымен батысқа қарай жүзе берсек, біз айналып Үндістанға барамыз деп ойлады. Яғни Үндістанға келеміз деп ойлады. Жер шары дөңгелек деп ойлап тұр ғой енді. Дөңгелек жер шары болғандықтан біз айналып барсақ, мына жермен барсақ, біз міне Үндістанға келеміз деп ойлады. Яғни Үндістанға олар не үшін барғысы келді? Үндістанда өте бағалы алтын, піл сүйегі, әртүрлі дәмдеуіш тағамдардың түрлері, бағалы тастар, рубин, сафир, сонымен бірге алтынның қоры өте көп болды. Яғни Үндістан сол кездегі сондай бай, сондай мемлекеттердің бірі болды. Осы ұлы географиялық ашылулар кезінде жаңағы ең алғаш бізде Христофор Колумб саяхатқа шықты. Христофор Колумбтың саяхаты міне 1492 жылы басталды. Ол үш кемемен міне Христофор Колумб осы жерден Испаниядан шығады, батысқа қарай жүзе береді. Яғни ол Үндістанға баратырмын деп кетеді. Сөйтіп келеді де, міне солтүстік Американың жағалауларына келеді, оңтүстік Америкаға келеді. Яғни осы аймаққа келіп, ол мен Үндістанға бардым, Үндістанға баратын жолды таптым деп осы аймаққа келеді. Кейіннен бұл жерде келгеннен кейін халықтарын көреді. Жергілікті халықтар бір үндістерге ұқсас, сонда бір тайпалы өмір сүріп жатқан адамдар болды ғой, яғни өзің білесің жаңағы үндістердің киноларында көргендей, мысалы бастарына әртүрлі заттарды тағып алған, мысалы үкі сияқты, үстілеріне мысалы өздерінің түстері қара, сонда бір қоңыр түсті болып келеді ғой. Сосын бір ақшылдау түсті адамдарды да көреді. Яғни мен үндістер екен, Үндістанға баратын жолды таптым. Все деп осы жерге келеді. Бірақ ол келгенімен жаңағы айтылған заттардың ешқайсысын таппайды. Бағалы заттарды да таппайды, тастарды да таппайды, алтынды да таппайды, піл сүйектерінде ештеңе жоқ екен байқайды. Үндістанда ештеңе жоқ екен деп, ол осы аймаққа 3-4 рет саяхат жасайды, бірақ ештеңе таппай. Бірақ мен Үндістанға баратын жолды таптым деп өмірінің соңына дейін солай ойлап, өмірден өтіп кетеді Христофор Колумб. Христофор Колумбтан кейін Васко да Гама бастаған экспедиция 1497-99 жылдары не істейді? Васко да Гаманың экспедициясы, алдыңғы картаға қойайын, осы жерден Африканы айналып жүзіп Үндістанға келеді. Үндістанға келіп Васко да Гама өте үлкен көлемде кемесін толтырып алтынмен оралады Европаға қайтып. Сол кезде европалықтардың бәрі таңғалады. Мына Васко да Гама қайдан осынша алтынды алып келді деп. Сол кезде Васко да Гама айтады, Үндістанға барып, жаңағы Европа ол кезде әлдеқайда дамып кеткен болды ғой. Мысалға, кішкентай бір дүлбілер, андай лупалар, кішкентай заттар өте көп болды. Соны Үндістанға апарып, мысалы Үндістанның халқы ол кезде мысалы аса қатты дамымаған Европа сияқты. Кішкентай дүрбінің өзін бір көрсе, андай бір өте үлкен бір затты көргендей болып, мысалға сол бір дүрбі бір кішкентай затқа бір қап алтынды ауса береді осы жердің халқы. Яғни байлық көп қой оларда, байлық көп, бірақ халқы андай дамымаған да аса қатты. Сосын Васко да Гама бір қап алтынды алып, осы Европаға келген кезде бәрі таңғалып, осындай байлықпен келді. Сонда Христофор Колумбтың барып жүрген жері басқа жер. Ол Үндістанға барған жоқ. Үндістанда осындай байлықтар расында да бар екен деп, көптеген ғалымдар Үндістанға қарай ағыла бастады. Тарихта 1498 жылдың 20 мамыры Үндістанды тонау басталған уақыт деп енді. Яғни осы күннен бастап Үндістанды тонау басталды. Тестта осындай сұрақ келсе, осы уақытты белгілейсің. Ал енді Васко да Гаманың кемесі қай жерге тоқтады деген сұрақ бар. Ол бізде Калькуттаға тоқтады. Калькуттаға барып тоқтап, сол жерден алтындарды тиеп алып келді. Және қай жылдары болды десем, осы жылдарды белгілейсің.
Сонымен бірге енді Васко да Гама барып келді, Үндістанға баратын жолды тапты. Ал енді Христофор Колумбтың барған жері қандай жер деген сұрақ туындады да. 1499-1503 жылдары Америка Веспуччи бастаған экспедиция жағы не істеді? 1499 жылы Европадан шығып, батысқа қарай жүзетті. Ол солтүстік Америка, оңтүстік Америка материктерін ашады. Яғни, ол жаңа дүние бөлігі екендігін, Американың бір жаңа ешкім аяқ баспаған дүние бөлігі екенін тауып, осы Америка Веспуччи осы аймақты зерттеп, европалықтарға келіп айтады. Бұл жаңа жер екен, Христофор Колумбтың барған жері ол Үндістан емес, ол жақта басқа осындай халықтар тұрады деп айтады. Одан кейін Европа мен Португалияның адамдары, саяхатшылары, қарақшылары, теңізшілер барлығы осы солтүстік Америка мен оңтүстік Америкаға осы кезден бастап ағыла бастады. Кейіннен жағы 1519-1522 жылдары Фернан Магелланның бастаған экспедициясы болды. Фернан Магелланның бастаған экспедициясы 5 кеме 265 адамнан тұрды. Фернан Магеллан осы жерден шығып, ол Тынық мұхитына қарай жүзді. Осы жерде Магеллан бұғазын ашты. Магеллан бұғазын ашып, Тынық мұхитымен 3,5 ай бойы 5 кемемен жүзе беріп, ешқандай құрлықты да кездестірмей, халықтың жағы ішіндегі адамдардың тамағы, азық түлігі барлығы таусылып, осы аймаққа келеді. Осы жердегі аралдардың бірінде Фернан Магеллан қаза табады, және осы адамдардың ішінде жағы бір кеме 18 адам қашып үлгереді. Сөйтіп, ол ақпарат бізде жағы осы жерден Европаға келіп жетеді. Енді Фернан Магелланның экспедициясының нәтижесі туралы бізде тестта өте көп сұрақтар келеді. Ол сұрақтар былай. Фернан Магелланның экспедициясы қай жылдары болды? Ол сұрақты білесің, иә? Қай аймақтарға барды? Және де Фернан Магелланның экспедициясы нәтижесінде жер шарының дөңгелек екендігі анықталды. Сонымен бірге Фернан Магеллан экспедициясы нәтижесінде ең үлкен жағы Тынық мұхитының бар екендігі анықталды. Яғни 3,5 ай бойы ешқандай құрлық кездестірмей жүзді ғой оның теңізшілері. Осындай жағы негізгі жаңалықтар ашылды осы экспедиция нәтижесінде. Одан кейін бізде Семен Жижнев бастаған 1648 жылы солтүстік мұхиттан Тынық мұхитқа қарай барды ол. Ол міне мына жерден солтүстік мұзды мұхитынан Тынық мұхитына, мына жерде Беринг бұғазы арқылы өтті. Яғни, сен тестта осы нәрсені жаттап алсаң жеткілікті. Яғни, картадан көріп нақты түсінетін болса, осы сұрақтың жауабын күмәнсіз белгілейсің. Одан кейін 1771 Кук аралдарды зерттеді. 1819 жылдары және 1821 жылы Беллинсгаузен мен Лазарев Антарктида материгін ашты. Антарктида материгі өздерің білесіңдер, ең соңғы ашылған материк жер шарындағы. Антарктида материгінің жағы негізгі несі жағы ашылған уақыты осы кезде болғанымен, бұл кездегі адамдар ең алғаш осы Антарктида материгін көрген кезде тек қана мұздан тұрғандықтан оны бір материк деп ойлаған жоқ. Беллинсгаузен мен Лазарев осы 28 қаңтарда барып, ол жаңа материк екендігін ашып анықтады. Одан кейін 1870-1887 жылдары Миклуха Маклай Тынық мұхиты арқылы аралдарды зерттеді. Австралия аралдарын, Жаңа Гвинея аралдарын зерттеп, осы жерде көптеген зерттеулер жүргізіп, сол аймақта 13 жылдай тұрып, кететін кезде сол мұхиттың аралдың халықтары Миклуха Маклайды қимай, өзі аты айтып тұрғандай орыс қой Миклуха Маклай деген.
сондай қимастық сезімдер болған. Одан кейін бізде 1909 жылы Пири солтүстік полюске жетті, 1911 жылы Амундсен оңтүстік полюске жетті. Солтүстік полюс дегеніміз ол жердің ең шеті. Мына жерде бізде солтүстік полюс бар, 1909 жылы Пири жетті, мына жерде бізде оңтүстік полюс бар. Ол бұл жерге Амундсен 1911 жылы жетті. Енді 1557-58 жылдар халықаралық геофизикалық жыл деп не үшін атаймыз? Халықаралық геофизикалық жыл дегеніміз осы кезде Антарктида материгін көп зерттеулер жүргізіліп, осы кезде жаңалықтар ашылды деген сөз. Сол себепті де тестте осындай сұрақ бар: халықаралық геофизикалық жылдар десе, осы 1957-58 жылдар деп белгілейсің. Ал енді мынау ең бастапқы жағындағы жылды неге апай қалдырып кетті деп ойлап отырғандар болса, оны айта кетейін. 1271 жылы Марко Поло Үндістанға ең алғаш құрлық арқылы барған адам деп, яғни ол материктің ішімен барған, жаңа Европадан Үндістанға құрлық арқылы барған адам деп тестта келеді. Сол себепті де мен оны белгілеп қойдым. Ал ол географиялық ашылулармен таныс болсақ, бізде жаңағы дүниежүзінің саяси картасы. Дүниежүзінің саяси картасында өздерің көріп отырғандай Канада, жаңағы Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида, Африка, Евразия және Австралия материктері ашылды деп міне осы жерден саяси картадан көрсетіп қояйын. Себебі бізде географияда бір қызықты нәрсе айтайын. Географияда карта білмесең, ол 40 балл жинаймын деген өте мүмкін емес нәрсе. Сол себепті де география таңдаған бала, сен картаны өте жақсы білу керексің. Егер сен осы қарқында, осы мен берген материалдарды бәрін орындап, оқып, жаттап, сабақтарды өте внимательно қарайтын болсаң, сен картамен жұмыс жасауды өте тез үйреніп алатыныңа мен кепілдік беремін. Картамен жұмыс жасауды үйреніп шығасың. Аристотель, енді осы жерде ғалымдарға тоқталайық. Аристотель ол бізде жер шар тәріздес деген Пифагордың түсінігін дамытты деп тестта келеді. Эратосфен картада адамдар қоныстанған жерлерді ойкумендер деп атаған деп сұрақта келеді. Страбон география деп аталатын 17 томдық кітап жазған. Яғни осы географиялық ашылулар кезіндегі зерттеулер жасалған, кітап жазған ғалымдардың аттары. Келесі бізде осы аймақтарда географиялық зерттеулер жүргізген ғалымдар жаңағы өте көп. Аттарын атап айтатын болсақ, ол Геродот. Геродот ол бізде тарих еңбегінің авторы. Не үшін біз оны айтамыз географияда? Себебі ол тарих еңбегінде де география туралы өте көптеген мәліметтер енгізілген, зерттелген. Сол себепті де ол бізде географияда да тестта келеді. Жас түлек, сонымен біздің бүгінгі сабағымыз, бірінші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше.